Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін қазір хит болып жатқан венский вафли дайындаймыз. Өте дәмді. Дайындап көріңіздер. 2 жұмыртқа, қант салып алып жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше араластырамыз. Сосын үстіне майлы сүтімізді 3,2% сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. Жақсылап. Оның үстіне ерітілген сұйық майымызды құйып аламыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Сосын разрыхлитель саламыз. Тұзымызды саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді қалған ұнымызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, оған дейін вафельницаңызды қосып берсеңіз болады. Бірден пісіре беруге болады. Өте дәмді шығады. Пісіріп көріңіздер. Өкінбейсіздер, тағы да пісіре бергілеріңіз келеді. Міне массамыз осындай қою болады. Мен вафельницамды қосып қойдым. Менде дайын. Жасылы жанды, ол қызды деген сөз. Енді дайын тестамызды құйып пісіре береміз. Өте дәмді. Пісіріп көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, подписка істеп отырыңыздар. Қолдап отырыңыздар. Рахмет. Міне вафлеміз дайын. Келесісін құямыз. Төп-төртбұрыш болсын десеңіздер, онда молдау құясыздар. Маған осындай әртүрлі фигурада болған ұнайды, сондықтан төртбұрыш қылып қимадым. Міне осылай пісіріп аламыз. Оңай әрі тез. Үй ішін қуантсаңыздар болады осылай. Шайға тәттімен. Міне вафлеміз дайын. Әртүрлі шоколадпен, балмен ұсынсаңыздар болады отбасыларыңызға. Пісіріп көріңіздер. Рахмет. Маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Көп рахмет. Келесі кездескенше.